Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар, оқырмандар. Біздің арнамызда жаңадан хат. Маған жаңадан хат жазған екен, ол хатты сіздерге оқып баяндап берейін. Күйеуімен ажырасқанымызға 1,5 жыл болды. 1,5 жылдың ішінде біз бөлек тұрдық. Мен өзімнің үй жайым бар, өзімнің бала-шағаммен өзімнің рахатымда өмір сүрдім. Бұл рахатты сіздермен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ыстық рахат барлық мағынада. Секс, тәтті вниманиялар, күшті подаркалар, еркектердің вниманиясы, бұл енді рахат сезім еді. Енді сіздерге бір қызықты айтайын. 1,5 жылдан кейін менің күйеуім келдім. Бірге тұрайық, бірге қосылайық, ортада балалар бар деген секілді әңгімелер айтты. Мен балалар үшін келістім. Ақша бәрін табады, балаларға қарайды. Енді әрине мен оны кешіре алмай жүрмін, алайда кешіруге тырыстым. Кешіріп 1 рет қосылдық. Яғни жыныстық қатынасқа түстік. Сенесіздер ме? Жыныстық қатынастан кейін маған менің күйеуім: сенің астың кеңейіп кеткен, сен ешкіммен жатпадың ба? Шынымен сенің жататын ешкімің жоқ па? Мүмкін біреулермен қосылған шығарсың. Сен сексті жақсы көретін қатынсың ғой. Қалай сен секссіз ұзақ өмір сүрдің? Ол мүмкін емес. Ыңырсып, ыңқылдап, біреудің үстінде шапқан шығарсың деген сияқты сөздер айта бастады. Әрине менің сөздеріне ренжідім, көңілім қалды. Тіпті не айтып тұрсың? Ешкіммен қосылмадым мен. Аузында әра, мен де солай айтсаң деген сияқты сөздер айттым. Енді сіздерге сұрақ. Еркек басқалармен жатқанымды біліп тұрады ма? Ол қалай бәрін біліп қойды? Басым бос әйел болғаннан кейін мен подружкаларыма еріп клубтарға барып еркектермен жатқаным бар. Бәрінің отбасы бар еркектер еді. Неше түрлі мүше көрдім. Бір жағы өзіме қызық болды. Күйеуімнің мүшесі ең хуже екен. Не бір еркектердің қақшыған, мужественный мүшелерін көргеннен кейін байыма энергиям дым тартпай қалды. Еркектер сонда алдын қосылғанды біліп қоя ма? Үт ұясын біледі дейді, өзінің кіретін жерін сезіп тұра ма? Күйеуіммен 3 балам бар. Амал жоқ, қосылдым. Күйеуімнің бойы менімен бірдей ақ. Бірақ арық, беліндегі шалбары ременсіз ұстамайды. Онша емес. Шынымен қаншама еркектермен қосылғаннан кейін мен күйеуімді қаламадым. Мен түнгі клубта қосылған еркектерді әлі күнге дейін елестетем. Қандай рахат сезім болдым. Айта алмаймын. Соны елестетемін, ойлаймын, тура солай күйеуіммен қосыламын. Бірақ ол сияқты сезім алмасам да, примерно сезім алғандай түр көрсетем. Қақшиған мүше, ыстық қынап, кірген кездегі сезім, ол мүлдем басқаша сезім еді. Енді менің бар ойым, мына қосылған күйеуіммен қайтадан өмір сүріп кетейін бе? Әлде балаларым үшін бірге өмір сүріп, басқа әрекет жасайын ба, білмеймін. Секс менің жан тәнім. Менің жаным қалайды. Маған ұнайды. Онсыз қиын маған. Тем более мен қаншама еркектерді көргеннен кейін онсыз мен үшін мүмкін емес сияқты. Бірақ ешкімге ренжи алмаймын. Менімен кездескен еркектердің ешбір серьезный ойы болмады. Бәрінің ойы тек бір істеп алу болды. Күйеумен адамша өмір сүргім келеді. Бірақ бұрын жасаған изменалары есіме түссе жыным келеді. Кешіре алмай тұрамын. Осы сезімді қалай жеңсем болады, құрметті оқырмандар? Маған ақыл кеңестеріңізді жазыңыздаршы. Сіздердің бастарыңызда осындай өтсе, сіздер не істер едіңіздер? Осындай хат келіпті, құрметті оқырмандар. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар.